ағыл тегіл мораль айтудың түкке пайдасы жоқ. Сен тойшыл болма, той жасама деп айта бергеннен гөрі оның арманын оятып жіберсең, ата бабаларынан келе жатқан тарихи тізбекке жалғап жіберсең, той жаса десең де жасай алмайды енді ол. Кезінде ойбай күй мен өлеңді беріп мына техникалық ғылымның бәрін құлатып бізден алып қойды. Ұлтшыл жігіттердің бәрін биліктен аластатты дағыны орыс мектеп бітірген жүрегі сол Москва деп соғатын жігіттердің бәрін көтерді ғой енді. Орыс тілді чиновниктердің бәрін. Орысша кітап шығарып не жасап жүргендерге айтамын. Түбінде қазақшаға сұраныс болады. Сендер неге қазақша жазбайсыңдар? Іргетасы баланың болмысының фундаменті ұлттық рухани құндылықтармен қаланбайтын болса, яғни сіз балаңыздың рахатын қартайғанда көре алмай қаласыз. Осы Өзбек әлінің кітабы қайттан шыққаннан кейін бұл билікке қатты әсер етті. Билік органдарындағы адамдардың бәрі жаппай бұны сатып алып оқыды, ауырды, кәдімгідей. Қайырлы күн, Ойлайықтың құрметті ойлы оқырмандары. Бізде бүгін тағы да бір кезекті түсірілім, керемет сұхбат болайын деп тұр. Бүгін бізде қонақта Санжар Керімбай мырза. Ойлы бір жақсы жастарымызға үлгі болатын әңгіме болады деп ойлаймыз. Осы Ойлайық арнасының да ашылу мақсаты осы мақсатта, білімге дәріптесек деген. Сәке, қош келдіңіз дейміз енді. Қош келдік, рахмет. Қош көрдік. Енді жаңа айтып жатырмыз, бұрынға қарағанда кішкене халықта өзгеріс бар ма, алдыға ілгерілеп келе жатырмыз ба деген ой бар. Сондықтан қазіргі жастарымыздың ой санасы, өзгерісі туралы кішігірім, енді өзіңіз көп аралап жүрсіз, көп көріп жүрсіз. Осы жағынан кішкене ой қозғай кетсеңіз. Жақсы, осыған мен енді ел аралап жүріп, жиған терген тәжірибемнен бөліссем, 2018-19 жылға дейін бізді отбасы хрестоматиясының балдарын біраз күлкіге айландыратын, келеме жылатын қоғам. Мына қазақша кітап шығарып, сатып жүрген, қазақша емес, жалпы кітап шығарып, бизнес жасау деген, бұл енді өзің отырған бұтақты өзің шауып құлатумен бірдей. Бұл тек банкрот қалып береді сендер деп. Өгіз енді біз былай жабайы жолмен сатып жүрдік қой. Офис жоқ, басқа жоқ, бухгалтерия жоқ, кітап шығарып алады да үйіне жатып сата беретін. Бірақ енді 17-18 жылдан бастап бұл арнайы қорға айналып, өзінің мөрі, офисі пайда болғаннан кейін әңгіме өзгере бастаған. Осы 2019 жылдың күзінде Алматы қаласында жәрмеңкеде бір күнде 100 мыңға кітап сатқан кезінде соған таң қалып жуып, ойбай мына 100 мыңды қалай игереміз, сұмдық қой мынау деген, мына ақша деген көп қой деп соған таң қалған. Ал енді одан кейінгі айландырған 2 жылдың ішінде жәрмеңкеде кітап алатын қазақтардың саны күрт өсіп кетті дағыны, оның ішінде қазақ тілді кітаптарға. Бұрынғыдай орыс тілді кітаптарды алмайтын, олар жәрмеңкеде мысалы 5 күндік жәрмеңкеде олар 5 күн тұрған ешқандай мән мағынасы жоқ. Бір күн 2 күн тұрады да кітаптар өтпегеннен кейін банкрот болып кетіп қалады. Керісінше балама қазақша оқытайыншы деп едім, қазақша оқытайын деп едім, қазақша мынандай кітап бар ма, қазақша мынандай кітап бар ма дейтін, қазақша контент іздейтін ата-аналар, жастар да өте көп болып кетті бірденнен. Енді бұны нарықтың өзінің заңы ғой енді, сұраныс өсті ма, оған ұсыныс дереу шыға келеді. Сондықтан бұны тап басып көріп отырған өте пысық біздің жігіттер де бар. Олар да бірденнен осы әртүрлі сан саладағы ғылым түрлерін аудара бастады. Енді көбісі әлі күнге дейін ескі түсінікпен жүр. Қазақ тілі ғылым тіліне жарамайды, өйтпейді, бүйтпейді деген. Бірақ осы өлермен жігіттердің, ұлтшыл ғалымдардың арқасында, тілшілердің арқасында қаншама терминдерді қазақша сөйлетіп тастады осы уақытқа шейін. Одан бөлек мен енді өзімнің көзім жеткен осы Астана қаласында орыс тілді қазақтар қайтадан өзіміздің түп тамырымызға, түпкі Құдай жаратқан болмысымызға ораламыз деп, қазақша түсінсін түсінбесін жан таласып осы қазақтың салт дәстүрін насихаттап, өзі бір клубқа айналып, мұсылманшылықты өз әлдерінше меңгеріп жатыр екен. Енді соның бірақ олар мынандай өтініш айтты, өте жақсы кітаптарыңыз орыс тіліне аударсақ, себебі қаншама орыс тілді қазақтар мына құндылыққа жалғана алмай жатыр деп. Бірақ бұл жерге дауысқа салған кезінде біздің жалпы баспадағы жігіттер, бұл ұлттық мемлекеттік мәселе, бұл құндылықтарды орыс тіліне аударуға болмайды деп шешім қабылдады. Себебі бұл енді қазіргі қазақтардың былайша айтқанда қолындағы алтын кілті. Сондықтан бұл енді қазақ тілді қазақтардың қолына түскен бір рухани бір алтын кілт болғаннан кейін, бұны енді орыс тіліне аударып беретін болсаң,
коммерциялық жағынан бізге тиімді, мемлекеттік ұлттық тұрғыдан бізге тиімсіз. Онда орыс тілді ортаның бәрі орысша оқып алады. Несін үйренесіз қазақшаның, енді бізге жетпей тұрған осы еді, енді оны да қолға түсірдік деп, ол жайбарақаттыққа салынып кетеді. Қазақ тілді орта осы құндылықтарды игеру арқылы олар мына прогресс жасасындағыны орыс тілді ортаны өздеріне қызықтырып керісінше тартып алсын, олар мәжбүрлесін қазақ тілін үйренуге. Кезінде енді олар ғылымды орыс тіліне түсіріп алды, қазақ тілді ортаны орысша үйренуге мәжбүрледі ғой енді күнін көру үшін. Ал енді бұлар 21 ғасырдағы жаңағы экзистенциялық вакуумнан, көкіректің тарлығынан, болмаса көкіректің қуыстығынан азап шеккен кезінде қазақ тілін үйреніп, мына құндылықтарды ана тілінде меңгеретін болса, мына бәледен құтыласың деген бұлар енді талап қою керек. Өте дұрыс. Сондықтан осы позициядан келдік дағыны біз оларды аудармай қойдық. Енді одан бөлек енді Алматы, Астана қаласында да қазір клубтар өте, Семей қаласында жақсы жұмыс істеп жатыр. Жас өрімдей студенттер осы бастан былай нық бекінген. Біз енді осы мемлекетті ұлттық бағытта күшейтеміз. Енді біз бұрынғыдай жастық шағымызды қалай осылай шашып жүре алмаймыз. Ең бірінші осы рухани мәселені, өзіміздің өмірімізге, өзіміздің мәңгілік болмысымызға қатысты философиялық сұрақтардың жауабын табуға тырысамыз. Сол сұрақтар шешілгеннен кейін әртүрлі нақты ғылымдарға, сіздер жақсы көретін нақты ғылымдарға содан кейін қадам басамыз. Біздің аяғымыздың асты опырылып түсіп кетпейді. Біз жоқ болмаймыз ешқашанда. Біз мәңгі бақи барлыққа қарай өтуге тырысамыз деген бір жан алысып жан берісетін жерге келдік қазір. Сондықтан қазір менің бір шетінен қарбалас болып, сізге жақсы студияңызға барып сұхбат беремін деп уәде бергеннен кейін 6 айдан кейін екеуміздің кездесіп отырғанымыздың негізгі себебі Қазақстанның барлық өңірінде құрылған сол жастардың клубы. Жібермейді, шақыра береді. Енді бұл жерде тәк былай сәл бір жетпей тұрған нәрсе, осы ұлттық қозғалысты бір төбеден қолдап жіберетін, оларға сәл бір көмек көрсетіп жіберетін чиновниктердің әлсіздігі ғана. Сол жақтан ғана сәл қысым болып тұр. Ал астынан жақсы келе жатыр былай. Астынан көтерсек түбінде болады деп ойлаймыз. Өте дұрыс айтасыз. Анау еске біраз нәрсе түсіп жатыр. Нақты ғылым деп өте дұрыс айтасыз. Бізден ал деп жаңа келген кезде мына өзіңіз білесіз ғой, олимпиадаға шықса да математикадан тек орыс тілді оқығандар шығады дегенмен енді келген кезде Астанада ең алғаш жұмыс жасағанда осы нәрсе қатты басыма тиді ғой енді. Қазақша оқып шығара дәлелдеуге болады деп соны дәлелдедік. Сосын кейін ана орысша кітап шығарып не жасап жүргендерге айтам, түбінде қазақшаға сұраныс болады. Сендер неге қазақша жазбайсыңдар? Себебі ол орысша деген Россияның әсіресе нақты ғылымдарда толып тұр ғой, математикасы, анау мынау, физика бәрі толып тұр. Қазақша жазыңдар, қазақша. Сол нәрселер міне өзіңіз дұрыс айтып жатсыз. Қазір уже бірден сұранысқа ие болып кетті. Сосын қазақша киноларға да қазір көп баратын халықты көріп қуанып жатасың енді. Сондықтан енді өзгеріс бар деп ойлаймын. Жаңа дұрыс айтып жатсыз. Сол түбінен бүйтіп келе жатқан ұрпақтар ертеңгі күні билікке таза рухани жаңағы рухы тазарған, өзіңіз айтпақшы көкірегі тазарған азаматтар сол нәрсеге келеді деп енді үміттенеміз. Сол кезде бәрі дұрыс болады деп ойлаймыз. Жаңа айтып жатырмыз енді 6 ай деп біраз сізді күттік. Соның бір тағы бір үлкен бір қуаныш алда күтіп тұр ғой деп ойлаймын. Себебі соңғы сөйлескенде өзіңіздің айтқаныңыз жаңа тағы да Түркияға барып келесі жобаны жүзеге асыру үшін уже жатып кетіп қалатын жерлеріңіз бар. Сөйтіп отырып арнайы бір жобаны бастап жатырмыз деп қалдыңыз. Сол туралы кішігірім айта кетсеңіз. Енді кішігірім ғана айтамын, себебі арғы айтып семіз шық деген, оның үстіне жаңағы арманың жүзеге аспай жатып жұртқа жарияламай, әйтпесе ол жүзеге аспай желге сырғып кетеді деген нәрсе бар ғой. Біз сол принципті қатты ұстанамыз. Енді шынымен де біз енді жыл сайын осылай Түркияға 1 айға 1,5 2 айға кетіп қалып, сол жақта деректер жинап жазып келетініміз рас. Енді біздің ана бір кезінде бастап, бірақ уақыттың жетпеуіне байланысты орта жолдан қалып кеткен бір шағын жобаларымыз бар еді. Солардың бәрін тез бітіріп алу керек болды. Себебі осы сәуір айының 22-23-інде Астана қаласында 5 күндік кітап жәрмеңкесі басталды. Соған жаңа шағын болсын, жаңа өнімдер алып келуіміз керек болды. Біз соларды бітірдік. Бір шетінен тағы да бір келесі бір майданның кейіпкерін таңдап алдық. Соған қатысты деректерді, сол кісінің көзін көрген адамдармен сөйлесіп отырдық. Жерін қалай аламыз, жерін қалай. Енді бұл мына неге қатысты кетеді енді. Жаңағы ең бірінші адамдардың арасында қарым-қатынас қалай орнайды, не арқылы орнайды деген кезінде ортақ құндылықтар ғой енді, бәрін басын біріктіретін. Жалпы адамзатқа ортақ құндылықтар және оның қазақ мәдениетіндегі қазақша көрінісі, манифестация деп айтады. Яғни жалпы адамзатқа ортақ құндылықтардың қазақша өрнектелуі деп айтайық. Сол қазақша өрнекке бәрі ұйыған кезінде ұлттың бірігуі процесі қайтадан жылдам жүзеге асады, бірақ оның бәрі тіл арқылы жүзеге асады. Неғұрлым ол терең сөйлей алатын болса, неғұрлым ол тілдің
құдіретін түсінген болса жұлын жүйкесімен, және ол тіл сөйлеген кезде оның бәрін әдебиеттің қойнау қатпарларынан, ол ғасырлар өзі ана мәдени қабаттар, әдеби қабаттар деген бар түсінік. Сол қабаттардың ішінде ол тамырларына, капилляр тамырлар сияқты астыңғы мыңжылдықтарға дейін төменге кете береді. Ал оның бәрі осы сөз өнерінде қалып қояды. Сол енді сөз өнерінің қадірін біліп 50-ші жылдар Қазақстанда қуғын-сүргін басталғаннан кейін, ақыр сендер мені сөйлетпейді екенсіңдер, онда мен енді 30 жылдан кейін сөйлейтін адамдарымды дайындай беремін дейді дағы. Көзінде оты бар шәкірттерін алып алады, бір профессор құлақтарына сыбырлайды, мысалы, көзінде оты бар бір баланы көрсе, шақырып алады да айтады: сен енді 30 жылдан кейін сөйлейсің, түсіндің ба дейді. Сен 30 жылдан кейін сөйлейтініңді мен дайындаймын дейді да, оны дайындайды. Олар енді көреген адамдар ғой, енді советтер одағының бір күні құлайтынын, қазақтардың бәрібір мәңгүрттіктен қашатынын, бәрі мойнынан орыстың кигізген жаңағы қамытын шешіп тастауға күресетінін, сол кезде жалпы ұлт бірігу үшін құндылықтардың бәрі сөйлеу үшін оны біреу ана тілінде оқу керек, оны ана тілінде жазу керек, оны ана тілінде түсіну керек. Сондықтан осыған қатысты күресті өте сәтті жүргізген бір үлкен ғұлама ғалым бар, қазір әбден аты ұмытылып, ол кісінің тек сол саланың мамандары ғана сәл біледі. Кейінгі ұрпақ мүлдем ұмытып қалған атын, не көшенің аты берілмейді, оған не кафедраның аты берілмейді, не мектептің аты берілмейді. Сондай, бірақ енді кейін шыққаннан кейін қазақтар таңғалады деп ойлаймын. Сосын кейіннен бұл енді өзі 86 жылғы қайтыс болып кетті дағыны. Егер 5 жыл ғұмыр көргенде, құдай, онда ол советтер одағының құрағанын, ыдырағанын көріп бір рахаттанып, арманына жетер еді деп ойлаймын. Бірақ одан кейін шынымен де шәкірттері шықты дағыны. Соңғы 30 жылда Назарбаевтың жемқорлық жайлаған дәуірінде сол шәкірттер төтеп берді. Енді олардың да қазір заманы кетіп көзі қазір бір ақпа екі ақпа шәкірт қалды деп ойлаймын. Бірақ енді олар бізге осы эстафетаны беріп үлгерсе болды кейінгі ұрпаққа. Онда ана алдыңғы тұлғамыздың еңбегі ақталады. Сондықтан қазір енді күзге қарай тағы да бір үлкен бір жоба дайындап, соған қатысты енді бұл жерде анализ мәселесі. Жақсы деректер тұр, тарихи оқиғалар, фактілер тұр, бірақ енді олардың бәрін жас буынға өте түсінікті, ұғынықты және олардың көкірегіндегі ұйықтап жатқан ұлттық бір нелерін, кодтарын бірден оятып жіберетін дәл анализ табу керек. Сөздің құдіретін, әдебиеттің құдіретін, тілдің құдіретін танытатын неше түрлі монографияларды, аналитикалық кітаптарды іздеп тауып оқып дайындалып жатырмыз. Егер Құдай сәтін салып ол шығып кететін болса, онда өнер алды қызыл тілге қайтып айналып келеміз. Тамаша, тамаша. Керемет бір енді жақсы нәрсе күтеміз. Үміттеніп отырған өзіміз. Енді оқырмандар асыға күтеді деп ойлаймыз. Өзіндік бір әрбір кітабыңыз бір төңкеріс ала келді. Қуыс кеудеден бастап ары қарай. Енді кітап жазу үшін сол Түркияға барам, не қыламын деп жазсыз. Қандай болады енді? Қазақстанда кедергі бола ма, жоқ? Бізде Мұхтар Мағауинда ол кісілер солай кетті. Сіздерде бір кеткен сайын үміттенеміз, бір жақсы нәрсе туады осы деген сияқты. Енді дәл енді Мұхтар Мағауиннің тағдырына онша сәйкес келмейді енді. Біздікі негізінен енді ұқсап кететін жер жаңа шығар деп ойлаймын. Мынандай жиын, өлім жітім, той томалақ. Соны айтайын деп отырған бізде қазақта. Баламды тұсауын кестірейші деп едім. Осындай бір іс-шара болып отырады, соң лентасын қиюға келесіздер ма? Біз сияқты подкастқа шақыратындар, ол өз алдына бір төбе. Сосын сізбен бір жеке танысып отырып сөйлесейші деп едім, ішімде осындай сұрақтарым бар, сізбен жеке отырып сөйлессем жұрттың алдында қоя алмаймын дейтін адамдар бар. Енді олардың бәрін көңілін табуға тырысамыз, енді барынша мүмкіндігіміз жеткен жерге дейін. Бірақ бұл біздің уақыттың бәрін ұрлайды дағыны, уақытымен жүзеге асатын жобаны кейінге сыр жіберіп отырады. Сондықтан амалдың жоғынан біз Түркияға 2 айға кетіп қаламыз дағыны, хабарласқандардың бәріне әттең шетелдемін, әйтпесе басқа сенің тойыңнан қалмаушы деп отырамыз. Қап деп олар қалады. Ал енді қалай Қазақстанға келе жатыр, қазір енді интернеттің заманы, сен қай жерге қонып, қай жерге ұшқанын бәрін көріп біліп отырады. Келді деп табаның жерге тигеннен шақыру басталады. Келгенімізге қазір 7-8-10 күн болған жоқ. Біз бармаған, кездеспеген жер қалмады. Кеше ғана тағы бір колледжбен кездесіп келіп отырмын. Бірақ бір шетінен ол қуантады, мынауға жаппай оянып жатқаны, бір шетінен осында бір тұшымды әңгімені естіп, рухани бір бірлікке келгісі келеді. Той, томалақ деген сонымен кеттік қой біздің халық. Бірақ жаңа айтқандай, ода да сәл-пәл өзгерістер бар сияқты. Өткенде енді бір кісілердің арасында қазір қонақ шақыра берейік десек, уақытына не жасаймыз ба деп қысыламыз деген бір әңгімелерді естіп жатырмын енді. Бұрын қоярда қоймай шақырып жатушы еді ғой енді. Бұл жерде ақырын бұл тақырып қозғалды, кішкене философиясын түртеге тиік енді. Ақыры бетін ашқаннан кейін бетін ашқасын сырғанап өтіп кетпейік, тереңіне сүңгейік. Бұл бізде
қазақтардың тойшылдығын ол енді өзінің жалпы тойшылдығынан емес, ол ақымақтығынан емес, ол мына неден болады. Бізде экзистенциялық философия деген сабақ бар, мен арнайы оқыдым. Сол жерде отырған кезінде айтады, мына адамның болмысы дейді да, енді олар адамның жаны рухы дегенді сөзді философияда қолданбайды ғой, діни ұғым болып кетеді деп, сосын болмыс деп айта салады. Адамды іштен болдырып тұрған нәрсе, адамның болуын қамтамасыз етіп отырған бір орталық, бір интеллектуалдық деп алайық, бір тірі бір нәрсе әйтеуір. Соның мына уақытпен қарым-қатынасы деген болады да, сосын тарихпен байланысы деген болады. Ол үнемі өзінің ата бабасынан келе жатқан тарихи тізбекте, тарихи фонда жақсы көрінеді деп айтады. Мысалға, сіздің ата бабаңыздың тарихын қазір өшіріп тастайтын болса, сіз шешім қабылдай алмай қаласыз. Өзіңіздің аттың басын қалай қарай бұрарыңызды. Сіз аманда үйіңіздегі ең киелі мәселелерді, қастерлі мәселелерді қозғаған кезіңізде ата бабаңыздан сөз қозғап барып келесіз. Балаңызға бір үлкен бір әңгіме айтамын дейтін болсаңыз, біздің арғы аталарымыз деп бастайсыз. Көрдіңіз? Балаңызға сіз өсиет айтатын болсаңыз, арқаға сүйеніп тұрып сөйлейсіз. Сол енді тарихи фонмен, тарихи тізбекпен, сосын уақытпен, заманмен, болмыстың қарым-қатынасы дұрыс толқынға түспей, екеуінің ара-қатынасы бұзылатын болса, болмыстың ашылу процесі тежеледі. Яғни адам тоқырай бастайды, адам сола бастайды, адам болмысы, адам дұрыс көрінбей қалады ана жерден. Соны енді уақыт қалай көрінеді деген кезде, мына адамның санасы өткен шақ, сосын осы шақ, сосын келер шақ деген үшке бөліп тастайды. Бұл енді тіршілікті, контексті, тіршілік өмір деп аталатын нығметті контекстте түсіну деп айтады. Контекст деген тұтас, яғни түсініп тұрсыз ғой енді. Ал біз үзбекке түсіп қалғанбыз. Үзбекке түсіп қалған себебі, мына бұрын мысалға адамдар, мен әлмисақта уәде берген Құдайға, сол уәдемнен аттай алмай тұрмын. Менің ар ұятым әлмисақты есіме түсіп тұрады, қазақтар әлмисақта мұсылман деп, көрдіңіз бе, контекстті алып тұр. Мына тіршілік басталмай тұрып, басқа бір тіршілікте біз Құдайдың алдына уәде бергенбіз. Жердің бетіне түскеннен кейін мен жердің бетін ақыл, парасат, ғылым, біліммен мына қараңғы әлемдегі адамдардың бәрін талқандап, бұл жерде Құдайдың жаңағыдай гүлстанын өсіремін, бұл жерде жаңағыдай руханияттың бақшасын көгертемін деген уәдем бар еді деген бар еді. Ал енді өлгеннен кейін ақиретте топырақтан қайтадан тірілеміз дағыны Құдайдың түріне қарауға менде бет жоқ болады, қара бет болатын болсам. Жара бет жазылады, қара бет жазылмайды. Сондықтан мені қазір мынандай лас іске салма, ертең Құдайдың алдына барған кезде мына әруақтардың бетіне қалай қараймын, Құдайдың дидарын қалай көремін деп контекст, яғни әлмисақ әлемі, сосын осы дүниедегі тіршілігің шайқас, одан кейін Құдайдың алдына есеп беретін күнің деген. Бірақ енді өзіңіз білесіз, қазіргі ғылым 21-ші, әсіресе 20-шы ғасырда адамдардың діннен, Құдайдан қатты көңілінің қалуына байланысты советтік идеология, коммунистік қоғамда өмір сүргеніміз бар. Ол алдыңғы әлмисақ уәдесін қырқып тастаған оны. Әлмисақтан мұсылманмын дегенді айтпайсың. Сондықтан тіршілік қаяқтан басталды деген кезде есіңді біліп, жыбырлап, қыбырлап, сол 5 жасыңнан бастап есіңді білгеннен бастап есепке алады да бұлар. Сосын өлгеніңді сөйден бітіріп тастайды. Яғни сен көмілдің, болды, ар жағын біз білмейміз, жауап бермейміз деп. Енді сіз енді Алтайдан келген болсаңыз, білесіз, Ахат қажының мына Ахуал қиямет деген кітабы бар. Ананы оқысаңыз, тыңдасаңыз, жырды таң қаласыз. Енді тоқтай тұрыңдар, бұл тіршілік әлі біткен жоқ. Енді ана жаққа барғаннан кейін не болатынын баяндайын дейді. Баяндаған кезде енді мына адамның осы дүниедегі ата-бабаларымыз ғой біздің. Сіздің атаңыз сол, менің емес. Әне сіздің жұмысыңыз сол. Сол осы дүниедегі арқалайтын ақыл парасаттың, адамгершіліктің жүгін ауырлатып жүреді аналар. Көке, мына ішкен жегенге қыдырғанға қанғанына соны ертең ана жақта есебі бар деген. Енді осы контекст бұзаттағына алдын артын лақтырып тастағаннан кейін ана адам объективті әлем тұтқын дейді, пленник деп айтады, мойнына қамыт киіледі дағына, ол енді осы жерде ішіп жеп қыдырғаннан басқа оған шанс қалмайды өзі. Сондықтан әсіресе қазақтар тарихы қатты күйреген, тарихы қатты жойылған, тарихын оқуға тыйым салынған елміз ғой. Бұл рухани ілімді төңкеріп бұның бәрін түсіндіретін мамандардың бәрі жойылып кеткеннен кейін бізде ақирет ұғымы бұрынғы Ахат қажылардың кезіндегі қалыптасқан терең философияға негізделген ақирет ұғымы жойылды да, оның орнына мынандай бұрмаланған, түсініксіз, тек қана жаңағыдай қорғыздарын құша беретін, тек қана рахаттың ішінде жата беретін бір айныған бір түрі келді ана жерден. Енді оны ақылды қазақтар, көз ашық қазақтар оны мысқылдап күледі. Қой айналайын, жаңағы айналып келіп қорғыздарын айта бересіңдер сендер, мыналар басқа жоқ па? Басқа жоқ па? Бұл өмірдің мәнін ашпайды былайша айтқанда. Енді мен осы дүниеде өлгеннен кейін жаңағы қорғыздар құшу үшін ғана тақуалы өмір сүремін деген ешқандай адамның ақыл қабылдамайды. Сондықтан оны да кері тебеді. Осының кесірінен қазақтар өткен тарихын көре алмай қалғаннан кейін ол жақтан келе жатқан екпін инерция бар еді ғой, бұрынғы аталарымыз арқалаған армандар, сол инерция кесіледі ана жерден. Енді сізге ол тарихи тізбекпен ол жұқпай қалады. Сіз енді аталарыңыздан келіп ана арманның екпіні келіп ұрмағаннан кейін сіз болашаққа мақсат қоя алмай қаласыз. Өмірдің мәнін көре алмайсыз, өмірдің асыл мұратын ұрпағыңызға айта алмай қаласыз. Негізі біз мынау үшін өмір сүреміз. Осы нәрсеге сақ бол, осы қызыл линияны аттап кетпе деген. Оны құра алмай қалғаннан кейін, сіз мәңгілік мұратты көздей алмай қалғаннан кейін сіз уақытшаға кетесіз.
уақытша презент деп айтады енді. Презент тайм болатын болса, онда мына өткен шағын көрмейтін, болашағына ұлы мұраттарды қоя алмайтын адам осы дүниедегі ішіп жемге байланып қалады. Қаласа да, қаламаса да. Сондықтан Қазақстан тойхананың көбейіп кететін себебі сол. Уақыт өткізу керек қой бірдеңе. Иә. Ұлы мұрат пайда болған адам, ол той томалағына қарауға уақыт жоқ бұрынғыдай. 1 жасар баласының тойын жасап, баласы мектепке кірсе де шықса да той 300 адам жинап алып тойлай беретін. Себебі асыл мұраттар оны сүйреп кетеді ары қарай. Сондықтан тойшылдық деген ол бір қазақтың жаңағыдай бір маңдайына қарғыс сияқты жазылған зат емес ол. Тарихи тізбектен үзіліп қалған кезде болған нәрсе. Қазақтарды ағыл тегіл мораль айтудың түкке пайдасы жоқ. Сен тойшыл болма, той жасама деп айта бергеннен гөрі оның арманын оятып жіберсең, ата бабаларынан келе жатқан тарихи тізбекке жалғап жіберсең, той жаса десең де жасай алмайды енді ол. Мысалы біз той жасай алмаймыз қазір. Тамаша. Енді осы жағында да өзіңіз үнемі айтасыз, қиса дастан жаттау жағына өткенде Қаныш Сәтбаев және ғылыми майдан несіне бардық. Сол жақта да балаларға жаңа қиса дастан жаттап жатсыз. Осы жақтағы да ой мақсат осы бір ар жақтағы нені ояту ма? Енді бұл жерде біз алдында бұны интуициямен кіргенбіз. Мына бұрын ірі қазақтар қалай қалыптасты? Бұлай себебі өзі critical age деп айтады. Яғни ең жаңағы неміз қилы кезең деп айтамыз ба, адамның болмысының қалыптасуының кезіндегі ең қилы кезең, яғни сенің қателігіңді кешірмейтін жас деп алайық. Иә. Туылғаннан бастап 6 жасқа дейін ғана дейді. Мына тілдің қалыптасып базасын жасап алатын кезі. Сол туылғаннан 6 жасқа дейін баланың тілі жетілмей қалды ма дейді. Ары қарап енді ол ми қатайып кетеді дағыны 12-ден кейін тіптен кеш болып кетеді деп айтады. Ал енді ол қалыптасу үшін не істеу керек деген кезде кішкентай баламен тірі адам сияқты, үлкен адам сияқты сөйлесе үйрену керексің сен дейді. Сосын оның құлағына жыр әуендерін құя бересің, бесік жырынан бастап. Сосын неғұрлым көп жырды айта берсең, неғұрлым жаңағыдай жуан дауысты әуендерді, өлең жырларды сала беретін болсаң, соғұрлым дауысы гүрілдеп, жуан болып, сөйтіп әдемі болып шығады деп айтылады. Енді біз бұрын бір бесік жыр, біз енді 2007-2008 жылдар жүргенде мен бір наука и жизнь деген орыстардың ғалымдары зерттеген бір журналда бір мақала тауып алдым. Соның ішінде әдемі жазған ана осы мына бесік жырының балаға пайдасы туралы тұлға қалыптастыруда. Соның ішінде орыстың жаңағыдай оқырмандарына, қауымына ескертеді: роддомда туған кезіңде қасыңда жаңағыдай өсек айтатын әйелдер болып қалса, ол палатаға жатпа, шығып кет. Үйіңе балаң бар кезде жаңағыдай саяси әңгіме айтатын, боқтап сөйлейтін адамдарды кіргізбе, телевизор қосылып тұрмасын бесіктің жанында, орыстың кейін ұрпағы надан болып қалады, мәңгүрт болып қалады деп ескертіп жатыр халқына. Сонан көрдім да, мынау деген бізде де тұнып тұрған зат қой деп. Біздің қолымызда ең жақсы материал мына Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ұя» деген кітабы. Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ұя» деген кітабы. Енді ол Момышұл енді өзі есейгеннен кейін, ата даңқы шығып кеткеннен кейін, бұл да енді орыстардың арасында жүреді, олар бұны менсінбеуге тырысады, бұл беріспеуге тырысады, өте рухты кісі ғой, намыс көкірегін былай кім көргенге бастырмайтын. Сондықтан бұл отырып мына орыстану процесін көреді дағыны, мыналар мына түрмен жақсы емес, мына жұтып қоятын түрі бар дейді дағыны. Адам өзі қалай қалыптасады, біз қалай қалыптастық деген кезінде, сол кішкентай кезден бастап, өзі туылғаннан бастап естелік қылып жазған бұны, дымын қалдырмай детальдар. Соның ішінде бұл айтып келе жатады дағыны: біз кішкентай кезімізде кімнің баласысың, пәленшенің баласың, жеті атаңды білесің бе, әкең кім, анау кім, мынау кім, үлкендермен амандасудан бастап үйрететін еді, дүниені тануды осыдан басталатынын кім білген деп алып келеді. Мен негізі қалыптастырған пәленше деген нағашы көкем бар еді, үйге келген кезде пәленбай жыр жатқа соғатын, сонымен өгіз соның қойнында жатып, әжесі туралы дейміз бәрі. Шешемнің туған інісінің қойнында жатып 4-5 жасымда 5-6 жыр жатқа соқтым. Кейіннен әжем маған неше түрлі қиссаларды үйретті дейді дағыны. 5 па 6 ма қиссаны сол жерде, Жарғанаттың қиссасын, Күннің қиссасын, Сүлейменнің қиссасын баяндайды ана жерде. Біз соларды көргеннен кейін міне мынау адамның былай айтсам, ол да математика өте жүйрік. Бауыржан Момышұлы математик болған ғой негізінде. Экономист, банкир болып, кейіннен артиллерист болып кетіп, соғыс болып кеткен кезде, содан көзге түсіп кетеді бұл артиллерист ретінде. Біз соны көргеннен кейін, мына бүкіл әңгімені мына Бауыржан Момышұлы біледі, бізге осыны ұстатып отыр. Егер осы тәрбиені, осы құндылықтарды ұстайтын болсаңдар, математикада, физикада, биологияда бүкіл нақты ғылымдар сендерден қашып құтыла алмайды. Ақылдан иман қашып құтылмайды дегендей. Осы ұлттық құндылықтарды сіңірген адамнан құндылық қашып құтылмайды. Ал енді оның екінші бір дәлелі, мысалы біз кейіннен бертінде тауып алдық, Емне Букетовтың жаңағы «Жас қаныш» деген кітабын оқысаңыз, сол жерде жазады. Оның өзі жаңағы Әлима деген шешесі, тоқал өлгеннен кейін үлкен бәйбіше асырап алады ғой бұны. Соны мен балдарымды ғалым боламын деп, есейгенде азамат қыламын деп, ары өткен бері өткен сол маңайдағы жыршы бар ма, қиссашы бар ма, шежіреші бар ма, кім бар, бәрін ұстап алып үйіне әкеліп, кішкентай 5 жасар ма, сонда Қанышың 6 жасар ма, сондай отырғызып қойып, мына мен балам әңгіме айт деп соның бәрін үйретеді.
бұл әріп тани алмайтын еді, әлі оқи алмайтын еді. Ана Бөкеш деген ағасы ерте медресеге барып ескі жырларды жатқа соғып оқитын еді шамның жарығымен. Сол кезде бұл қызығып отыратын еді, шіркін-ай, қашан мен әріп танимын, мен ана жерде ағам орнында отырып алып жоқсам деп. Сол кейіннен осы көкірегі әбден жырға қиссаға толған Қаныш Талдыпартаға 12 жасында орыс оқуға барып салып еді. Алды да ана бүкіл оқудың бәрін жапырып, сол мектептің алды болып, одан кейін ана Семейге, Семей одан Томстың бәрін жапырып, оның ең қызығы бұл туберкулезбен ауырып қалған кезде бұны 1 жылға ма үйіне қайтарып жібереді ғой Қаныш Сәтпаевты. Енді үйіңде дайындалып келсең енді қымыз ішіп өліп қаласың деп. Сонда бұл үйіне келіп алып, ана дайындалып жатыр алып келген кітаптармен. Қарап жатпайын деп, ана алгебра оқулығын қазақша жазайын деп, алгебра оқулығын ең бірінші қазақшаға аударып тастаған. Сөйтті қайтадан емтиханға барған кезде енді былай қарапсаң 1 жыл далада киіз үйдің ішінде жатқан адам. Қайтып келеді да, түк болмағанда емтиханның бәрін жаңағы пісте сияқты шағып тастады. Бүкіл профессорлар аузын ашып отырған жерде бұл не деген құдірет, қаяқтан келіп жатыр деп. Осы инерцияның бәрі сол мәңгілік мәнін жоймайтын рухани құндылықтардың ішінде жатады. Сол жаңағы құндылықтар сыртқа шыққан кезде ол нақты ғылым болып шыға береді. Мысалы матрицадан жаңағы әртүрлі, мысалы компьютердегі матрицадағы зат дыбыс болып та шыға береді, кино болып та шыға береді, фото болып та шыға береді, түбі бір зат болып былай тұрсаң. Мына біз тыңдап 2-3 жылдан кейін жалығып кететін нәрсені транзит culture деп айтады. Яғни өтпелі мәдениет. Бір сәттік деп айтайықшы. 1 жыл, 2 жыл гуілдетеді, дуылдатады, сосын кетті. Мысалы Битлзді қазір ешкім бұрынғыдай табынбайды, 60-шы жылдардағыдай. Бонни Эмге табынбайсыз сіз, Аббаға табынбайсыз. Себебі олардың бәрі келді, шулады. Енді ностальгия деп кейбіреулер, бір музыканттар қызығып тыңдауы мүмкін, бірақ жастар қазір Аббамен ауырмайды мысалға. Ал жыр қайтып айналып, ол келе береді, және ол консерваторияда тұрақты түрде оқытылады. Не үшін ол сондай? Себебі сенің ұмытып қалған затыңның бәрін еске түсіруге қабілетті. Болмыс, сен әуелде қайда едің? Қайдан кеп түстің мына жерге? Қалай бар болдың сен? Енді өзіңнің барлығыңды дұрыс көрсете алмай тұрсың. Енді сен өлгеннен кейін сенің күйің не болады? Сенен есеп алатын біреу бар ма, жоқ па? Егер ол есеп алған болса, саған қандай сұрақтар қоюы мүмкін деген сұрақпен бас қататын. Осы бір сұрақтың жауаптарының бәрі ол жыраулар поэзиясында жатады. Біз осындай фактілердің бәрін көргеннен кейін, осындай ғылыммен айналысқаннан кейін, білгеннен кейін, бізде ғалымдар, математиктер, нақты ғылымды шашпай төкпей ұстай алатын ғалымдардың көп болғанына мүдделі болғандықтан бірден физика, математика үйретпейміз, ана түптен ұруға тырысамыз, жадыдан оятуға тырысамыз, ана түбінен ұрыңдар деп. Осындай әңгіме. Тамаша. Балалық шақтың біраз нәрсесі еске түсіп жатыр. Біздің де әжеміз болды. Міне, сіздің жадыңыз оянды. Содан ол кісі жаңағы, енді сол кішкентай кезіміз біз жатамыз, ана кісі қисса дастандарды оқытқызады жаңағы кешке жақын. Сонда бір жақ ойласақ, бізге тәрбие болсын, жаңағы сіздің айтқаныңыздан еске түсіп отыр да. Соның енді жаңағы Ақты өлім жолының Сайпул Мәлік, Жиһаншақ дейді, ол жаңағы Алпамыс батыр, енді қаншалаған Жүсіп Зілиха, солардың бәрін жаңағы кешке жақын ол кезде мынандай свет жоқ, Алтайда білесіз, 4-те қыстың күні күн батып кетеді, сосын шаммен сағат кешкі 4-тен сол 9-ға дейін сол қисса дастандарды оқып, ертеңінде қайтадан асығып, сөйтіп енді тыңдап өстік қой, соның бәрін ойласақ жаңағы. Сөйтіп математик болып кеттік. Сөйтіп математик болып кеттік. Бірақ енді жаңағы өткенде бір сіздің сөзіңізді естіп мен негізі былай ойлағам, бұл кісі неге бүйтіп жатыр? Біз енді технократ ел боламыз, технократ ел болу керек деп жүрміз. Сіз алдыңызда жаңағы ғалымдар жиналса, қазақ тілдің несіне төрден орын беру керек деген бір негізді естіп қалдық. Мен сияқты біраз адам ойлаған шығар, технократ бола алмасақ, жаңағы Совет одағының кезінде ойбай күймен өлеңді беріп, техникалық ғылымның бәрін құлатып, бізден алып бүйтіп жүрген кезде не үшін біз жаңағы дәріптемейміз деген сияқты кейбір адамдарда енді ондай да ой түсінік болып жатады ғой. Бірақ жаңағы нәрсеңізден біраз ой кетіп жатыр. Енді қазір осыны қайтадан сіздің тіліңізге салатын болсақ, сіздің үйіңізде жаңағы әжеңіз бәрі тірі деп есептейтін болсақ, әулетіңіз бір жиналды деп есептесек, төрге кім отырады дейтін болсақ, қазір Қазақстанды математикамен шулатып, бүкіл Қазақстанда математика оқитын балалардың бәрін, мұғалімдердің бәрін аузына қаратып отырған сіз төрге шығуыңыз керек па? Жоқ әлде сол математика ғалымдарының бәрін ініңіз өжетті осындай өжет болуға тәрбиелеген әжеңіз төрде отыру керек па деген сұрақ шығатын болса, бірінші сол сіздердің армандарыңызды оятып, көкіректеріңізді бәрін құндылыққа толтырып, қазақша осылай ойыңызды емін-еркін жеткізе алатын жағдайға келтірген, қазақ тілінің сол құндылықтарды, қазақша сол құндылықтарды сөйлете алатын және оқыта алатын әжеңіз төрге отырады.
содан кейін барып сіздер кетесіздер. Ал егер әжеңіз, ой әжем менің ескіліктің адамы қалдығы сол жаңағы жыр кітаптарынан басқа ештеңе білмейді деп әжеңіз төменге түсіріп жіберіп жоғарыға уже Ирландияда оқып келді деп ініңізді отырғызып қоятын болсаңыз, бұл PhD деп, онда келесі буында сіздерге уже ғылым бұйырмайды. Сіздер әжеңізді ұстап отыруларыңыз керек. Дұрыс, енді түсініп жатырмыз. Сосын бұл технократтық ұлтқа автомат түрде айнала бересіз. Иә. Сонда ескі жаңаның қазығы дейді. Көрдіңіз, ескіні қазық қылып қалғансыз, жаңаны соған байлап кете бересіз. Сондықтан технократтық деген нәрсені сол жаңа әжеңіздің әңгімесіне әкеліп байлап қоясыз, болды. Өте дұрыс. Енді мынау логикадағы біз айтып жатамыз, енді логиканы өсірудегі ол математика енді мына спорт сияқты миды шынықтырады деп жатырмыз, бірақ кітап оқу, жаңағы жыр жаттау, адам не есте сақтау қабілеті, ол жақтарынан енді өте керемет бір не беретін нәрсе болып тұр ғой. Енді қуыс кеудеңізді оқыдық, ол туралы да кішкене жаңағы арасында біраз әңгіме кетті. Ол жақтан да бір подкастыңызда қатты маған бір ұнаған жаңа әңгіменің басында да айтып жатырмын. Мына Еуропаның жаңағы өзгерісі несі туралы біраз айтып келдіңіз ғой енді. Ол туралы да көп әңгіме қозғап жүрсіз. Жаңағы математика ғасыр болды оларда, жаңағы одан кейін физика ғасыр болды, одан биология ғасыры болды деген сияқты. Атом ғасыры болды. Одан атом ғасыры болды. Енді қазір жасанды интеллект деп кетіп қалдық. Соған қарап, бірақ оларда жаңағы сияқты айналып кеп жаңағы арғы болмыс, арғы не деген жоғалтып қойғаннан кейін ақырындап соған да тірелді деген әңгімеңізді естіп жатамыз. Енді бізде оған қарағанда жоғалтып қойған нәрселеріміз көп сияқты енді. Қалай ойлайсыз? Қалай оятамыз? Қалай тірілтеміз? Бізде керісінше бізден математика ғасыры, физика ғасыры дегенді қойып, ол кезде біз біз енді ол кезде жарайды, енді ол кезде біз енді көшпенді болып жүрдік қой енді. Енді бұл жерде былай есептейік, мына логотерапия болсын, экзистенциализм болсын, мысалға Уильям Читтик деген ғалымдар бар, Америкада отыр, мына исламды жақсы зерттеген, сопылықтан қатты ауырады бұл. Мына Ибн Арабиді кімдерді айландырады. Сосын мына логотерапияда Виктор Франклды айтады. Мынау прогресс деген сөзді өте сақтықпен қолданыңдаршы Құдай үшін дейді. Дамып кетті деген сөзді айтпаңдаршы дейді. Адамды адастырады, адамды шатастырады. Не үшін десе, Европа дамып жатыр деген кезде дейді, сендер ол адамның болмысы дамып жатқан жоқ қой дейді. Мейірімді, жаңағыдай кісіге қиянаты жоқ, сағынып тұратын, ішіндегі эмоциясын бәрін қорықпай сыртқа шығара алатын, жаңағыдай бір тәңірлік әлемнен бір илхамдар алып сөйлейтін адамдар көбейіп жатқан жоқ қой дейді Европада. Бәрін дейді бір жағы сендерді техникаға байланып маталып отырсыңдар ғой дейді. Егер прогресс, ойбай Европа дамып кетті деп айтқыларың келіп бара жатса дейді, онда оны техника ғана қолданыңдаршы дейді. Технология саласы бойынша бұлар прогресс жасады деп дейді, бір қалған жағына айтпаңдар дейді. Ал Уильям Читтик болса, прогресс деген сөзді мен қолданып өзім жек көремін дейді. Неге десе, прогресс деген сөз маған аманда Европаның дейді жаңағыдай кеме жасап алып теңізге түсіп әлемдер тонап жатқан кезде прогресс болып көрініп тұрады дейді. Маған прогресс деген сөз даму емес, тонау деген сөз елестейтін ассоциация болады дейді. Сондықтан да бұлар мынандай мәселеге келісті. Адамның болмысы қай жерде тірі тұрды, сол жерде цивилизация бар деп есептейді дейді. Ал қай жерде адам болмысы өліп қалды, бірақ технология дамып жатса, оны есептемейміз дейді. Егер үйтіп есептейтін болса, онда мен жердегі тірі культураны өлтіріп тастап, оның орнына тезірек жансыз техника орнату керек деген бірдеңені алып келесіңдер сендер қазір дейді. Сондықтан бұған сақтықпен қарайық дейді. Енді ол өзі Европаның өзі мысалға сол 30 жылдық соғыспен басы қатып отқан кезінде жаңағы бір нақты ғылым жасау керек болды да, Рене Декарт келді бірінші математикамен дәлелдейді ғой енді. Қараңдар, ақиқат деген бәріне ортақ болу керек, елге, жерге, мекенге, ұлтқа, дінге ол әсер етпеу керек. Сендерге қазір формуланы көрсетемін деп математиканың таблицаларын сызған кезінде қара мына бәріне ортақ, сен келесің де жаңағы шіркеудің ішіндегі тұрған уағыздарың айтып, діни ақидалар мен теология біздің бәріміз жындығып біттің, соның кесінен соғысып жатыр деп. Содан бәрі ой енді нақты ғылымға қарай ой саяқ деп мына логиканы күшейтетін кездер сол кез. Декарт дәл өзі сол кезде дұрыс істеді. Мысалға ана діни надандықты, қараңғылықты тоқтатып, уағыздың орнына нақты ғылым алып келді, тексерілген, күдікпен тексерілген заттарды, яғни ақылдың сүзгісінен өткен заттарды аламыз. Бірақ одан кейінгі ұрпақ 2-3 буын ауысқан кезінде олар ана математиканың дәмін алып алады да, неше түрлі техника жасап ойнағаннан кейін соның қызығына кіріп кетеді тағын айтады. Ана адамгершілік, ақыл, парасат, жаңағы пайда ойлама, ар ойла деген сияқты абстрактный заттардың бәрін тастайық тағына. Ар ойламаймыз, керісінше пайдамызды ойлайықшы деп, капиталистер шығып кетеді тағына, буржуйлар билей бастайды. Ал ол кезде не болды дейді? Ол кезде Құдайды өлтіріп тынды мыналар дейді. Ницше келді тағына.
Құдай өлді деп мәлімдеме жасады дейді әр жерде. Болды дейді, Құдай өлгеннен кейін бәрі айтты дейді, енді Құдайды өлтіріп тындыңдар, енді орнына өздерің Құдай боласыңдар да, не істейсіңдер басқа, енді сол Құдайды алмастырылатын адам жасай алсаңдар жасаңдар, сверхчеловек деп айтады ғой. Ал оны Киркегард бірінші байқап қойды дейді. Ол 1840 жылдары уже неге жаза бастады дейді жаңағыдай кітапқа. Сендер мына рационалды ғылым, бәрін системамен түсіндіріп беремін, ғылымның ашпайтын жаңалығы жоқ, мен формуласын біліп жатырмын, бір күні адамның жанында формуласын тауып беремін, мен сендерге дегенге дейін кеттіңдер. Құдай үшін менің мәңгі жасайтын ешқандай өлшемге сыймайтын шыбын жанымды ешқандай формулаға салмаңдаршы, мен ешқандай системаға сыймаймын деп аналарға айтып жатыр. Сендер ертең мені өлтіресіңдер деп. Бірақ енді ол кезде Киркегардты Данияда кім тыңдап жатыр оны? Берлинде. Бәрі мазақтап күліп, оны сол жаңағы Даниядан Копенгагеннен шығатын бір журналға мазақтап суретін салып, бұны ит қосып қуған. Мына техника, ғылым дамып жатса, мына жынды әлі мынандай баяғы заманның әңгімесін айтып отыр деп. 60 жылдан кейін 1914 жылы бірінші дүниежүзілік соғыс басталып, қан қасап қырғын болып, сол мәдениетті өскен өнген прогресс жасады деп отырған Европаңыз 4 жылдың ішінде бір-бірін қырып, газбен өртеп, төбеден бомба тастап, танкімен бір-бірін таптап тастағаннан кейін барып, қалайша бұлайша біз дамыған прогресс жасап отқан ел мынандай айуандыққа түсіп кеттік деген кезде баяғыда Киркегард айтып еді осыны деп, 60 жылдан кейін кері қарай қайтып, соның жазып тастаған еңбектерін аударып, мына нәрсе үйренейік деген қайтып келді олар. Ал ол кезде қазақтар бірінің етін бір жеп жатқан жоқ еді. Көрдіңіз, ол кезде болмыс бар еді, адамдар сағынатын еді, Алтайда көшетін едіңіздер, бүркіт шығаратын едіңіздер, қымыз ішіп аралап тегін қымыз сату деген ол кезде масқара болатын, мысалы, ойбай, қымыз сату деген не сұмдық. Ақ сату деген қандай қылмыс деп. Оны көрдіңіз, қайнаған тіршілік нағыз болмыс, Құдайдың тірлігі ана жерде көрініп тұрды. Енді Қытайлар келді, бәрін бизнес, бәрін есепке, бәрін қисапқа, бәрін системаға салып жатыр. Тіршілік солып баратыр. Енді өмір сүруге ықылас жоқ адамдарда. Не істейді енді оны? Бірақ прогресс келді деп айтып қояды. Асфальт төселді деп. Қой, рахмет, асфальтпен балшықпен жүре берейінші. Баяғы сағынған туысқанымды балшықпен атпен ақ барып үйіне кіріп тамақ ішейікші одан да дегенге зар болып қалды. Сондықтан сәл сақтық керек та бұл жерде. Ал енді кейін бұлар енді 20 ғасырдың басында өзі Гуссерль бастайды соғысты ең бірінші. Сендер объективті түрде ешқашанда болып жатқан өмір деп аталатын құбылысты объективті түрде түсіндіре алмайсыңдар. Себебі сенің бала кезден алған тәрбиең, сенің бойыңда жүріп жатқан әртүрлі қалыптасқан идеялар сенің бір құбылысты бақылауыңа кедергі келтіріп тұрады. Ол Құдай ғана біледі бұл жерде не болып не қойып жатқан, қалғандардың бәрі сенің субъективті жеке пайымдарың деп бұл келеді тағына анау кризис европейской науки, яғни Европа ғылымының тұйыққа тірелуі деген кітап жазады. Оларға сөйтіп олар өздері бірігіп команда құрайды тағына. Европада ғылым өлді керісінше, ешқандай адамның жаны қалған жоқ мына жерде, адамдар тебіренбейді, адамдар көңілі босап жыламайды. Сендер баяғы киелі ұғымдардың бәрін айтқан кезде ешқандай көздерің жасалмай тебіренбей отырып сөйлей беретін болып кеттіңдер. Алысқа бармай Алтайда 80-ші жылдар есіңізде болса, кемпірлер мәуліт тойлайтын беді пайғамбар. Соны айтамын ғой, мәулітті жылап отырып басынан аяғына сол Ақтүлім жылының жазған мәулітімен. Қазір ғалымдар бар, дінтануды оқитын. Пайғамбар өмір жайында, бір құрдасы жайында әңгіме айтып отқан сияқты айтып отыра береді. Ал апаңыздың жылап отқан кезі қандай, мияқы қандай. Европа тура сондай жағдайға түсіп қалды деп бұлар ойбайлайды әр жерде. Содан бұл жаңағы адамның сана сезімі затты болып отқан құбылысты бақылаған кезде ол сен қалай тұр реалда олай көре алмайсың. Сен бақылаған кезде ол физикамен айналысатындар көп айтады енді. Адам назарын бақылаған кезде электрондардың өзі басқаша құбылып, басқаша билей бастайды деп айтады. А сен назарын тартсаң, басқаша өзінің тәртібіне түсіп алады деп айтады. Сонда ана адамның бақылап тұрғанын қайдан біледі бұлар деп оған тағы басқа айтады өздерінің. Содан жаңағы Хайдеггерлердің 27 жылы адамның болмыс және уақыт деген кітап жазатын себебі сол. Адамның болмысы уақыттың ішінде ашылып үлгеру керек. Өйткені уақыт оған уақытша ғана берілген. Мына келіп желкеңді қияды ертең. Осының ішінде, оның ішінде бүкіл адами қасиеттердің бәрі тасып сыртқа төгілмейтін болса, онда біз бәріміз машина айналып бітеміз деп анау тревога қағып жатыр. Сондықтан сергек отыратын, қасындағы кісінің көңілін бағып отыратын, біреуді ренжітіп қойса жүрегі ауырып сыздап, артынан мен сені ренжітіп қойған жоқпын ба, осында бір кешен жерде бір әзілдеймін деп орынсыз сөз айтып қойдым, соған енді өзім бір түл болып үйімде ішкен асым өтпей отыр деп қайтадан кері қарай шығып кешірім сұрайтын адамдардың бәрі жойылып бітті мына жерде. Ал енді соны егер сақтап отыратын болса, соны кісінің көңіліне келгенін біліп өз кешірім сұрайтын, онда олар дазайн дейді, яғни уақыт пен кеңістікте өзінің әу бастағы таза қалпын сақтаған
айналасындағы адамдардың бәрінің көңілін жүрегімен сезіп отыратын қабілетті дазайн деп аламыз да, оның бәрі ұмытылып қалса онда дасман болады. Дасман деген әшейін жаңағы қазақшасы ғафыл, оның адам ғафыл дүниені дерменкі деп айтады ғой, сол ғафылдар дейді мұның бәрі. Ал мынандайларды адам деп атайды бізде. Онда Құрандағысы инсан болып келеді. Сондықтан қазір 21 ғасырға келіп еді, енді технология деген асып тасып төгіліп, бұл шекара таңдамайды. Жаңағыдай шекарасыз білім дегендей, Европада отырғанбыз, сіздің де қазір балдарыңыз мына жерде кабинаға кіріп алып Қазақстан түкпір-түкпірін оқып жатыр дейсіз ғой. Сол сияқты Қазақстандағы отырған адамдар, балдар, жас өрендер, ол ағылшынша білсе Америкадан да білім тарта береді, репетитор тауып алса ол Англиядан да тарта береді, ол Италиядан да тарта береді, тілін білсе болды. Көрдіңіз? Ал бірақ бұл жерде Қаныш Сәтбаевтар шайқасып жүрген кез сол кез биология тоқыраса бір жерден алып келе саласың, математиканы тоқырап қалса бір жерден математика алып келе саласың, жаңағы астрологияны тоқтап қалса астрология біреу жіберіп 5 жыл оқытып қайтып алып келе саласың. Қазақ тілі мен әдебиеті өліп қалса не істейсіңдер, қаяқтан тасисыңдар? Мақұл, біраз уақыт Қытайдың қазақтарынан тасыды, Алтайдан, оны жапты да, енді бәрін қытайластырып жатыр. Мысалға Баян-Өлгей тұр, енді ол жақтан біраз тасып жатыр. Бірақ мен моңғолдар ойламаймын, өмір бақи қазақтар сол жерде еркелетіп қояды деп. Саны көбейгеннен кейін бір күні қой сепаратизм басылмай тұрғанда балдарды моңғол мектебіне беріңдер деп бірінші класстан беретін болса, ол да тоқтайды. Сондықтан қазақ тілі, қазақ әдебиеті, қазақ болмысы, қазақ мәдениеті, қазақ мәдениетінің ішінде болмыстың қазақша өрнекпен көрінуі, оның бәрі қазақ даласында ғана өмір сүреді. Сондықтан қуыс кеуде ғасырын тоқтатамыз дейтін болсақ, тоқтай тұрыңдар, бірінші бір өзіміздің Құдай қазаққа ғана нәсіп қылған заттарды түгендеп алайықшы, феноменология бойынша, яғни бізді біз қылып тұрған ерекшеліктерімізді түгендеп алайық, құндылықтарымызды. Қалған ғылыммен сосын сөйлесеміз, сәл тұратыңдар сендер деп айтылады. Сондықтан біз негізгі нәрсені ұстаған кезде кейінгі заттар автомат түрде қолға түседі. Өзегі дейсіз ғой. Қарасаңшы, мысалы Сәтбаевтың данышпандығын, ана Москвада отырған Сусловтар, академиялар шамадан тыс көп ақша алады, қысқартамыз. Әр республика бір ғана институт алып басын, жоғары категориямен төлейтін, қалған бәрін 50% қысқартам деген кезде Шокин шақырып алып, тіл және әдебиет институтын ғана алып қалғандарын қырқа сал дейді ана жерден. Ал Москва барыңыз, Суслов сұрайды Қазақстаннан. Алматы қай институттарыңды алып қалсыңдар? Тіл және әдебиет дейді. Ал былай қарасаң күлкілі әңгіме ғой, енді ақша таппайды, ол тек қана мақал мәтел жаңылтпаш жинап ертегі жинап отырған ғалымдар. Былай қарап отырсаң кемпір сампырдың аузынан әңгіме жинап алып, оған не ақша керек? Өтірік айта салады ғой Шокин тұрады. Енді оны біздің Мұхтар Әуезов деген атақты жазушымыз бар, ұлы, сол кісінің авторитетіне ұялып тұрғысы ана деп айта салады ғой. Сөйтсе, ана Абай жолын жазған ғой, жақсы, мынауды жазғандар оқып шықтым екен, Абай жолын әке қол қойып беретін, қол қойып жүреді. Сонда Сәтбаев қазақ ұлтын сақтап қалу үшін қазақ тілі әдебиеті деген ана жаңағы өнер институты дегендердің бюджетін сақтап қалады да, қалғандарын қысқартып тастады болды. Себебі ана тіл ортада өзегі жүрегі соғып тұратын болса, уақыт өте келе ұрпақ ауысқан кезде қалған ғылымды қайтып қалыптасып. Мысалға сіздің өзіңіз қазір келіп мынандай таңғажайып зерделі деген мектеп ашып алып, бүкіл Қазақстан шулатып, олимпиаданың бәрін аузыңызға қаратып отырсыз, сіздің оқушыларыңыздың бәрі аузымен құс ойнап жүр мына жерде қазір. Соның бәрін сіз қазақ тілімен, қазақ менталитетімен жасап жатсыз. Өзіңіздің бәсекелестеріңізбен, онда орыс тілінің ыңғайына жығыла салмайсыз. Беріспейсіз, кітаптарыңыздың бәрін көрсетіп мақтанып отырсыз, бәрін қазақша жасады деп. Қазақша болмаса, болды, бітті. Кететінің бәрі, ерекшеліктің бәрі. Онда орысқа жұтыласындағы, онда келесі буын әбден орыстанып біткен кезде өз еркімен Россияның бір провинциясына айналуға дауыс беру мүмкін. Өте дұрыс. Енді алда Наурыз мерекесі келе жатыр. Қазақтың қасиетті енді мерекесі, осы мерекеге байланысты енді Өзбекәлі Жәнібекке тоқтамай болмайтын сияқты. Өзбекәлі Жәнібек және Мәдени майдан деп сол жерде 1926 жылдан 88 жылға дейін енді Наурыз тойланбады деп не алғас па? Сол кісінің еңбегі туралы кішкене тоқтала кетпесек болмайтын сияқты. Енді бұл жерде еңбегін тоқталғанда жалпы 26 жылы тыйым салғанымен мынау оңтүстікте отырған қазақтар бар ғой, Шымкент, Жамбыл, Қызылорда тарапында Наурыз анандай ресми тойланған жоқ, бірақ жабайы жолмен тойланды. Біз енді 80-ші жылдар көрдік. Сол кезде тыйым бар, бірақ есімде 22 наурыз жақындап апрель айында көк күндік осы неғып тұрған кезінде наурыз көжешеміз дейді дағыны. Ауылда отырған апалар киіздерді, кілемдерді жинаңдар дейді. Мындай қабырғадан тұрған жерлерінен жаңа шегеден ағытып аламыз да, жаңағы көкмайса шөпке барып жайып тастаймыз. Сосын бауырсағын анда мынадан бәрін алып шығады да, сол жерде отырып Құран оқиды.
наурыз көжесін ішеді, сосын кішкентай балдар күреседі, енді ат шаппайды енді бізде. Күресетіндер күреседі, енді айтыста жоқ, өлең айтса, кемпірлер жаңағы алма ағашының төрінде гүлінде деген сияқты бір-екі өлеңдерін айтса айтпаса сонымен жақсы әңгімелесіп қауқылдасып талқылдап шай ішеді, ал наурыздарың құтты болсын тарап кетеді. Сондықтан бұл кім Өзбек әлі, ол оңтүстіктің жігіті ғой. Қазіргі Түркістан облысының Отырар ауданында ар жақта Сарығамыс деген жерде. Ол кішкентай кезінде оның бәрін тыңдап өскен. Оның үстіне өзі оңтүстік Қазақстанның ең мәдени бай ауданы өзі екеу, былай алдыға бір озып тұрғаны. Біріншісі Созақ, екіншісі Отырар ауданы деп аталады. Отырар енді бұрыннан көне қала болғаннан кейін дәстүрі өте тамыры тереңге кеткен. Түркістан дәл жанында тұрған Арыстан бабтың жатқан жер. Бұның бәрі олардың тарихи сана сезімін былай жадын жібермей ұстап тұрады ана жерден. Сондықтан бұл кішкентай кезінде сол ауылындағы ескі қариялардың бәрінің аузынан әңгіме тыңдап алған. Оның үстіне енді өзінің бір туысқанының айтысынша маған Нұржан деген інісі болып келеді. Біздің әкеміз кішкентай кезінде Ташкентке барып бірге қол беріп келді дағыны. Сондықтан ол ескі шегетке хатқа жүйрігеді. Менің әкем де Өзбек елінде кішкентай кезінде Құранға хат үйретіп тастады деп айтып отырады. Сондықтан бұл өте намысшыл, сондай қазақтың ішінен шыққаннан кейін бұл комсомолдың бірінші секретары болған кезде орыстану процесінің қалай жүріп жатқанын, ана қазақтың қыздарын қалай қойып айдап отқан бәрін көріп отыр ғой, ол қасарысып ерегісіп жүр ғой. Бірақ бұл шебер дипломатия жүргізді дағыны, ана Москвадағы авторитеттермен дос болып алды. Сол кезде ВЛКС-ның бірінші секретары Тежельниковтың бұл жан досына айналды да, енді оны бірақ жан досына айналу үшін оны сен біліммен сындыруың керексің. Креативность дейді ғой қазір жаңағы шығармашылық. Тың идеялар айтумен оның үстіне ол наурызға дайындық қалай келе жатыр. Тежельниковті өзіне қарату керек кейін қарсылық танытпас үшін. Ал Тежельниковті өзіне қарату үшін сен оған үнемі тың идеялар айтып, оны жандандырып отыру. Сонда сол ВЛКС-ның ішінде болған Москвадағы комсомолдардың жиынына барған Назарбаевпен қатар отырған. Сол кезде Назарбаевтен Теміртаудан барып жүрді ғой, жаңағы комсомолдың басшысы болып, көсемі болып. Сол кезде айтады маған, СССР-дан барғандардың ішінде ең мәлімдеме жасап, сахнаға шығып сөйлеген кезде елдің бәрін толқытып жіберетін, елдің бәрін сілкілеп алатын, қатты сөйлейтін адам Өзбек әлі дейді да, жап-жас еді, 30-дан асқан кезде дейді. Сол бұл әбден аналардың бәрін өзі Юрий Гагаринмен жаны дос. Юрий Гагарин болған қатты дос болған соншама жаңағы космосқа ұшқан кезінде таққан сағатын болған сыйлаған. Қызық енді оқиғалары. Бұл сол авторитетіменен күшейіп келе жатқан кезінде бұны алды дағыны, енді мына орталық комитет, мына бала қатты өсіп келе жатыр, арыны қатты бүйте берсе біз төңкереді деген қауіп болды ма? 70-ші жылдың жаңадан ашылған Торғай облысына лақтырып жіберді ғой, 3-ші секретары. Бұл негізі қызметтің өте қатты құлдырауына жатады екен. Комсомолдың бірінші секретары деген ол болашақ президентсің деген сөз ғой негізінде, сол дайындалып жатқан резерв қой. Ал енді өзі комсомолдың бірінші секретарының қолында билік патшаңның жарысы дейді. Ана сол қаулыға қол қоймаса, қаулылар жүзеге аспайтын тұғын дейді. Сондықтан мына болашақ мықты жігіт өсіп келе жатыр деп гүбір әңгіме болып жатқан кезінде сол жігітті Торғай облысының 3-ші секретары лақтырып жіберді деген кезде елдің бәрі шалқасынан түсті дейді, қаланың өсіп келе жатқан бала төмен қарай құлдырап кетті деп. Былай айтсаң енді ол өзі жаңадан құрылып жатқан облыс, бюджеттен ақша енді бөлініп жатыр. Ояққа не темір жол бармайды, не самолеті мынандай егістің даласына келіп ана Ан-24 далаға қонады. Сондай жерге бар, не жуынатын су жоқ, өздері айтады ғой жаңағы. Далада қарға барып жуынатын жер жоқ. Ішетін су жоқ, бачокқа запас жинап қоямыз деп. Сондай жерге барғаннан кейін бұл енді жаңағы ертегідегі ғой, енді барса келмеске жұмсайық, мұны жаңағы сұлу қатын тартып алайық, бұл анайқа кеткесін қайтып келмесін деген сияқты барса келмеске жұмсап, бұл өлді деп ойлаған ғой. Бірақ бұл барғаннан кейін керісінше сол жерде ең бірінші наурыз тойлауды сол жерде ойға алады. Бірақ наурыз тойлай алмайды, заң бойынша тыйым салынған. Проводы русской зимы деген өтірік орысша атау ойлап табады, келіңдер жаңағы орыстың қысын шығарып салайық деген өтірік транспарантпен ана жерге апарып жазып қояды дағыны, құлақтарына сыбырлап жеке-жеке айтады, мынаның атын бүйтіп өзгеріп тұрмын, бірақ негізі наурыз тойлаймыз. Түсіндіңдер ғой, ертең наурыз көже істеп әкеліңдер, білесіңдер ғой, сен бәйге шабасың, сен андай қыласың. Сол кезде мен бұл ең бірінші Қыз Жібек пен Төлегеннің күймесін сол жерде жасатады. Ана наурыз тойлап отқан кезде арқалықтың халқы кәдімгі Қыз Жібек пен Төлегеннің күймесі келе жатқан жақсы сыңғырлап жүріп өтесіңдер жерінде деп. Сосын ана алдар көсе боласың, сен Қожанасыр боласың деп бәрін киіндіріп, сосын наурыз басталды деп жаңа айқайлайтын анау нелерді, жаршыларды атқа мінгізіп басына шыт байлап, қаланың ана басымен мына басына таңғы сағат 5-те шаптырған ғой. Баяғы заман адамдар сөйтіп сол кезде ғой ерексін шығып кетіп жүрген анау кімге келіп Мұхтархан Манапқа келіп сен киім бизнесі ойланбаймын орыстың қысын десе,
көке бұл наурыз атын өзгертіп қойдым, иттің баласы саған бола ешек алып келдім Ақтөбеден дейтін. Торғайда ешек жоқ. ол әңгіме естисің. Содан ешекке мініп шықтым, ертеңіне қарасам наурыз тойланып жатыр, мына жақта күрес болып жатыр, мына жерде не болады. Сондықтан бұл 5 жыл бойы ма 4 жыл бойы ма сол наурызды тойлап басқа атпен оның концепциясын бәрін әбден жетілдіреді, кем кетігін толықтырады. Сосын подпись салып алады да қолына билік түсетін күнді күтіп 30 жыл тағы жүреді. Сол 75 жыл бұл қызметтен кетіреді, 76 жыл бұл басқа қызметке отырады, 78-де тағы басқа қызметке отырады, 81-82-де Алматы облысына тағы басқа қызметке алып келеді. Бұны енді жаншып езіп қысып келе жатқан. Иә. Жоғарыға шығармау үшін бала сөгістер жаралап, бұның карьерасына жаңағыдай минустар көбейе бастайды. Сол кезде 86 жыл желтоқсан оқиғасы болып кетеді тағына, команда ауысады тағына, Колбин келеді. Ал енді Горбачев өзбек әліне танитын еді, және симпатиясы жақсы еді деп айтылады. Мен тікелей дәлелім жоқ, бірақ сол заман адамдар солай сөйлейді негізі. Сосын бұны көтер деп айтып, бұны шақырып алды тағын, бірден мәдениет министрі қылды деп айтады. Сол мәдениет министрі қылған кезінде бірінші кіріскен ісі наурыз тойлаймыз деп айтты дейді ғой. Ал енді онда былай қарапсаң, мынандай саяси, енді мен бұл жазба деректерде жоқ, бірақ сол замандағы өмір сүрген адамдар маған ауызша айтып берді. Олар айтады, ол дейді, Колбинді көндіргеніңізді қалай көндіреді білесің бе дейді. Десем, ол 26 жыл тыйым салынған зат қой дейді, оны сен барып тойлай алмайсың дейді. Ол Колбинге барады тағы бүйтіп айтады дейді, Геннадий Васильевич, кеше 86-та өзіңіз көріп отырсыз, қаншама қазақтың жастары қырылды, сотталды, оқудан шықты, абыройыңыз түсіп қалды, қазақтар сізді жек көреді. Сіз олардың симпатиясын оятуыңыз керек. Қалай десе, сіз наурыз тойласаңызшы одан. Ал оған сенімді айтып отыр, сен наурыз тойлауға бұйрық бер, қалғанын өзім қатырамын деп. Бұның қалтасында, папкасында наурыз бәрі бар. Арқалықта 5 жыл тойланған концепция сыңғырлап тұрған жерде, бәрін жазып қойған жерге. Сосын Мұхтар Шаханов сияқты қоғам белсенділерін алып келеді де, сендер ана жақтан газеттен шулаңдар деп өзі айтады. Ал ана жақтан шулап қоя береді төменнен. Ойбай наурыз қайда кетті, наурыз қайда кетті. Енді ол жоғарыдағылар шулаңдар демесе аузын ашамайды ол кезде. Қазір deyip жаңа тәуелсіз, сенің әлеуметтік жерің жоқ. Бір газетке бір мақала бере алмапсың да ол кезде. Бәрін цензурадан өтеді. Сол мыналар ойбайлап қоя береді шулап, белсенділер. Мынау барады, Геннадий Васильевич көрдіңіз бе, қазақтар тағы шулап жатыр деп айтып дейді. Сондықтан енді Геннадий Васильевич не істейді Колбин? Абырой көтеру керек. Өйткені енді қазақтар бұны боқтап жатыр ғой енді. Адамдарды өлтірдің сен кеше. Сенің кесіріңнен пәленбадым сотталып кетті деп жатыр ғой. Сондықтан мақұл болды деді тағын 88 жыл бірінші рет сол қаулыға қол қойды дейді, Алматы облысында тойлауға. Алматы қаласы мен Алматының шеті тойлайды бұны. Алғаш рет, иә? Бірінші рет. Содан кейін 89 жылы бүкіл республикаға жариялаған кезде мен таң қалғам, сол 89 жыл есімде, наурыз тойлайды, жылдағыдай көшеге шығып, киіз төсеп жабайы тойламайсыңдар, стадионға барасыңдар деді. Оның алдында дайындық жүріп жатқан, Алтыбақан нелер құрып жатқан. Соның болатын күні барсам, ауылға, стадионға қарасам, Қыз Жібек пен Төлегеннің күймесін жасап қойыпты. Сол ауылдың бір шалы отыр, ана жерде Құрал деген кісі жаңағы жылқыларды жегіп қойған. Мынаусын естісем, бұл Қыз Жібек пен Төлегеннің күймесі. Оның үшін Қыз Жібек Төлегенде жоқ, Құрайшын ол әшейін арба айналып жүр ана жерде. Бәріміз қызықтап оны көріп, бір секіріп түсіп жатырған, кішкентай ауыл айналып жүр. Сол бұл идеяны қайдан алды, ол қай жаққа барып жасатты оны, басым жетпейді. Сөйтсем, оны жоғарыдан бұйырады екен ғой жаңағы. Әрбір ауыл наурыз тойлаған кезде міндетті түрде Қыз Жібек пен Төлегеннің күймесі болу керек. Күймесі мынау болу керек деген. Алар ол жоғарыдан бұйрық түскеннен кейін өзі парторгтар, ауылдың деңгейіндегі партийный нелер, көсемдер. Солар барады екен, оны жасатады екен. Сонда әлі есімде 89 жыл сол кезде Алтыбақанның құрылуы, күресетін үлкен мынандай нені алаңда алып келіп кілемді жасағандары, мындай биік қылып ағаштан құрағандары, сосын киіз үйлерді айландырып тіккені, күйменің аралап жүргені сөйтсем, есімде қатты қалған. Кейін сонымен сол Мұхтархан Манаповтен барып 72 жыл бірінші наурызды қалай тойладыңдар деген кезде айтып берді ғой. Тура менің 89 жыл ауылда көрген наурызымды сол қайталап сипаттап берді. Сол кезде бірден білдім, мына бәрі. Сонда бәрін алдын ала наурызға қатысты нәрселер мәліметтің бәрін жинап, теріп, содан кейін алғанда бір ай тойлайсыңдар деген. Сол кезде есімде мен 89-90 жылдары студенттердің құдай беріп қалатын Алматының әр аудан наурыз көже пісіріп көшеге шығып тойлайсыңдар дегенде студенттер бір ай тегін тамақ ішіп тамаққа қарық болып қалды деген. Кейіннен мен бұл көшті 95 жылы Абайдың 150 жылдығын тойлаған кезде көрдім. Сол кезде сол көшті өзбек әлі билікте жоқ, бірақ кеңесші болған. Сол көлікті тағы да жүргізді, көшті. Кәдімгі ана басы мен мына басы көрінбейді, баяғы Алтын Орданың кезіндегі
жаңағы кімнің Батуханның армиясы ұқсап жүріп өтеді, аузың ашылып қарап тұрасың, енді адам қатты бір мына шабыттанып кетеді көшті көрген кезде бір. Қазір енді керісінше ол замандағыдан қарағанда билік өзімізге тиді, қазақ тәуелсіз ел болдық. Неге сонда сол деңгейде тойлай алмаймыз? Жаңа жылға керісінше қатты салмақ салады ғой енді. Бұл енді таза Назарбаев дәуіріндегі болған оқиғалар бұның бәрі. Назарбаев енді өзі Ресей десе жүрегі лүпілдеп қоя беретін, сол жастық шағы сол Днепропетровскте өткен адам, бала шағасын бәрі Москвада оқыған. Содан кейін бұл ұлтшыл жігіттердің бәрін биліктен аластатты дағыны, орыс мектеп бітірген жүрегі сол Москва деп соғатын жігіттердің бәрін көтерді ғой енді, орыс тілді чиновниктердің бәрін. Енді ол енді ауылда жаңағы өзбек әлі сияқты Наурыз тойлап өспеген, қалада өскен балалардың бәрі жоғарыға барғаннан кейін енді ол Наурызды жатсынып тұру енді заңды нәрсе. Оларға ол бір түрлі көрінеді, аттың жүріп өту деген мысалға. Ол түйенің жүріп өтуінің бәрі жабайылық сияқты, баяғы көшпенді орта ғасыр дәуірге түсіп кеткен сияқты сезімге бөленеді дағыны. Оларға бір жаңа жылы елканы алып келіп, жаңа шыршаны әдемілеп, джинглбен айтып отырса, бұрыннан көріп жүрген нәрсесі дейсіз ғой. Көзін тырнап ашқалы болған бір цивилизация, бір Европа сияқты болып көрінеді дағыны. Олар күшті ақшаның бәрін соған салады, Наурыз тұншықтырды. Бірақ қалай болғанда да осы өзбек әлінің кітабы қайттан шыққаннан кейін бұл билікке қатты әсер етті. Билік органдарындағы адамдардың бәрі жаппай бұны сатып алып оқыды, ауырды, кәдімгідей. Кейбір мекемелерге біз жабық жағдайда барып лекция оқып кеттік өзбек әлі жайында қосымша. Соның арқасында былтыр бірінші Наурызды қайттан 10 күн тойлайтын ба Тоқаев қаулы шығарып тастады. Сонымен қазір енді 10 күндік Алматы қайттан тойлап жатыр, енді қайттан көш жүргізіп жатыр қазір. Сондықтан жаңағы ашылған болмыс мәңгі бақи өлмейді, болмаса қалай өлуді меңгерген адам өмір бақи өле алмайды деген сияқты. Өзбек әлі 98 жыл өмірден өтіп кетсе де қазақ қоғамына, қазақ мәдениетіне әлі әсер етіп тұр. Қайтадан Наурызды сол жайлы жазылған кітап қайтадан қалпына алып келді. Бірақ енді мынау 14 наурыз көрісу күніне байланысты мен мына Маңғыстауға сол уақытта барып қаламын, өткенде де сол Маңғыстауда жүрмін деп өзіңізге айттым ғой. Тура сол 14 наурыз көрісу күніне бардық. Бұрында соған барғам. Енді басқа өңірлерге қарағанда таң қалатыным, мен Маңғыстауда кәдімгі мектептерде болсын қазақша киім киіп, енді бір қатты тойлайды. Сосын жаңағы келіндерін сәлем салады, келіп амандасып жасыңыз құтты болсын деп не жасайды. Бірақ өткенде бір әлеуметтік желіде енді біздің шығыс жақта қатты бұл туралы тойланбайды ғой енді жаңағыдай. Сол жақтың айтып жатқан ма жаңағы ол Моңғолдан келген, біздің қазақта жоқ деген сияқты ішінара сондай да енді әңгімелер болып жатқан сияқты. Жаңағы енді бір ай тойлауға байланысты айтып жатырмыз. 14-ші сол көрісу күнінен бастап айтып жатырмыз. Енді көрісу дегенді тағы бір жағы анау біздің кісі қайтыс болғанда көрісуменен шатасып соған байланысты жазып жатқан кісілер де бар да. Бірақ ол енді әрбір ненің атауына байланысты енді ұқсас терминдерде көп кездесіп жатады ғой, енді ол болып жатыр. Ол сөзге бола бүйтіп не жасауға болмайды деп ойлаймын. Енді осы жағынан өзіңіздің көзқарасыңыз қалай? Бұған қатысты негізі өзі мен бұл жаңа Наурыз деген парсының сөзі екен, содан кіріп кетті, бұлар парсыда тойлапты деп айта алмаймын мен. Себебі ол енді ол кездегі адамдардың бәрі жаңа жібек жолының бойында байланысып жатыр ғой. Ол кезде қазіргідей шекара жоқ, территория жоқ мысалға. Ол өзі ұлттық мемлекет құру деген өзі Европада осы мына кімнің жаңағы Наполеондардың кезінде басталған өзі жер-жерді бөліп мемлекет қылып әрі жеке шығу деген. Оған дейін кім қай жерде қандай тілді біледі, сонымен сөйлеп ана қойса ана тілді үйреніп алып жүре береді. Бұл ұлттық рәміз деген бірдеңелер жоқ қой мысалға. Оның үстіне жібек жолы мына анау Қытай мен мына жақты Римге дейін қараң бәрін жалғап тастағаннан кейін сол кездің өзінде ол неше түрлі идеялар, неше түрлі жаңағыдай діннің түрлері мына жақтан ауысып берісіп, мына жақтың өнері мына жаққа кетіп, мына жақтың өнері мына жаққа ауысып тұра береді. Сондықтан енді одан бөлек мысалға Наурыз деген сөз мына жаққа парсының сөзі өтсе өткенше, бірақ енді сонымен бірге бүкіл дүниетаным бәрі кіріп кетті дегенді адам қабылдай алмайды. Себебі көшпенділер енді ең қазір ғалымдар, мен өткенде бір француздың кітабын оқыдым, Орда деген мысалы Алтын Орда жайында жазады. Ең табиғатпен етене араласып экологиялық тепе-теңдікті сақтаған мынандай халық көріп жер бетінде жоқ еді. Жаңағы әрбір атының жейтін шөбіне шейін есептеп отырады. Ана тақыр болып қалмасын, үйтіп қалмасын, бүйтіп қалмасын деп. Әрбір өрмекшіні өлтірмеңдер, үйтпеңдер, ананың киесі бар, мынаның киесі бар, ананы өлтірсең андай болады, мынаны өлтірсең мындай болады деп бәріне аңыз шығарып тастаған. Енді бұлар сойқан еді. Себебі дәл сол
табиғаттағы болып отқан құбылыс өзінің тіршілігіне, аман қалуына, күнкөрісіне тікелей әсер ететін болғандықтан бұлар табиғаттың жаңағы ішкі жан дүниесінің бәрін ішіп алған халық еді. Көшкен кезінде қалай осылай көшпейді, атының әрбір жерде тебіндеген нәрсесін ішінде есептеп отырады деп соның бәрін жазады. Енді соншама табиғатпен етене араласып, соның қыр-сырының бәріне терең сүңгіп кеткен көшпенді халық, ол наурызы сол мен білмей қалды деген ол өтірік әңгіме да. Енді ол күнмен теңесетінін бәрін біледі. Ол кезде астрологтар бар ғой, мына жақтан мына жаққа өтіп жатқан. Оның үстіне Алтын Орданың кезінде, күшейген кезінде Мұхтар Мағауин жазады мысалға, соны империя болғаннан кейін ана математика ғылымы ол дамыса да дамиды, дамымаса да дамиды дейді. Себебі ананшама мал, ананшама түскен олжаның бәрін есептеп, одан кейін халықтың санағын жүргізіп, орыстардан салық алған кезінде бірінші математиктер отырды ана жерде. Бәрін есебінен жаңылмай жүргізіп отыру керек дейді. Ана халықтың санағын қытайлардан үйреніп алды дейді, атасын француздар жазып жатыр соны. Ол білгеден ары, ғұннан, мүддеден сол кезде армияға соғыс шығаратын кезде қай ру тайпа, қай киіз үйден неше солдат шығаратын бәрін есептеп отырды деп. Адам санын есептеп, халық санағын жүргізіп отырады. Сен тырп еткізбейді дейді, сен пәленбай адам келу керек еді, пәленше адам қайда деп. Содан кейін Алтын Орда барып, Москваны, Новгородты бағындырған кезінде ең бірінші қолға алған жұмысы халықтың санағын жүргізу. Деревняға бәрін естігенде тізіп қойып, үйіңде қанша адам бар, кімнің қолынан не келеді, өткізіңдер мына жаққа деп. Оның бәрі математикамен жүзеге асырылады. Астрология дейді. Ана малдың бәрін жұлдызға қарап болжап отырады ана дейді. Ауа райы қалай болады, қыс қалай болады оның. Сосын география дейді. Анау жаулайтын жерлердің бәрін барлаушылар бару үшін жер, су, ат, карта бәрін білмейтін бәлесі жоқ. Ана ғалымдардың бәрін алдырып алды деп. Сондықтан жаңағыдай ол біздің адамдардың түсінігі қызықты. Қазір 21 ғасырда картаға қарайды да, Иран мына жерде отыр, Қазақстан мына жерде отыр, Қытай мына жерде отыр, мына жерде шекара, мына жерде қорғас, мына жерде Каспий, мына жаққа қарай Иран. Ол қазір сондай, ол осы соңғы мына 100 жылда пайда болған шекаралар, оның көбісін совет жауып тастады мысалы. Әйтпесе ол оған дейін тоқтаусыз бүйтіп араласып, сапырылысып, бір-бірінен өнер, ғылым алып, бірінің тілі біріне өтіп, мына жақтың сөзі мына жаққа, мына жақтың сөзі мына жаққа өтіп жатқан нәрсе ғой ол. Сондықтан бір шетінен енді мына немен табиғатпен етене араласып жатқаннан кейін наурызды керісінше маған осы көшпенділер нағыз нәшініне келіп, соны сезініп, соның рахатын көріп тойлады деп ойлаймын. Қалың қар жауған кезде киіз үйдің астында енді олар қалады ғой, енді жүре алмай қалады. Сонымен ол 3 ай жатады киіз үйдің астында етін жеп. Сосын негізі бұл 14 емес, 1 наурыздан бастап тойлану керек. Бірақ Григориан календар ауысқан кезінде ол 14 наурызға жылжып кетіп отырған себебі сол деп. Шәкәрімде де ұмытпасам 1 наурыздан бастап па 30 күн тойлайтын еді деп. Көктің жаңарғаны, жаңа дүниемен Алла тағала бәрін жаңартып жатыр. Енді бұдан да бір хикмет бар. Бізден жаңарып жаңа адамға айналуымыз керек. Жаңағы өкпелейінші анау-мынаулардың бәрі ескі жылда кетсін дағы, жаңа жылға жаңа ниеттермен шығайық деген сияқты. Оның үстіне көрісу дегенде түсінуге болады. Сіз оған дейін қоян-қолтық араласып, 2 күннің бірінде сапырылысып отқан құда жекжаттарыңызға, болмаса ағайын туысқаныңызға қыстың күні бара алмайсыз. 1 метр, 1,5 метр қардың астында қаласыз әне жерден. Содан кейін кімнің өлі, кімнің тірі екенін білмейді, ана жерде жүре алмайды ғой. Содан кейін қар еріп, жол ашылып, жер ширағаннан кейін барып амансында ма өлгендер бар ма көрісіп кетейік деген. Осы мына қазіргі телефондар, смартфондар шыққанға дейін алыстағы ағайынның хабарын біле алмайтын ғой, телеграмма салатын еді ғой. Сондықтан бұның бәрі көшпенділер дәуірінен қалған өте бір киелі мереке сондай деп ойлаймын. Ана Шипагерлік баян деген кітапта Үдейбайдақ Тілеуқабылұлының осы жаңа қазғақ созғақ деген қан болыпты деген аңыз айтылады ғой, жаңағыдай сол жақта керісінше жаңағы сол көшпенділерден шыққандығы жаңағы соны бүкіл керісінше парсы бар, жаңағы несі бар, барлығы соның төңірегінде болғандығы туралы енді мүмкін Алтын Ордамен енді нема деген сияқты солай айтылатын сияқты. Сосын жаңағы ол жақтағы сіз айтқан сияқты 12-ні теппеу, көктемде жаңағы 12-ге жұғыспау, 88 теппеу дейме, қалың сондай бір қазақтың ырым тиымдарының біраз нәрсесі айтылады да. Анау көктемде жалғыз ағашқа жұғыспа, көкті жұлма деген нәрселердің біразын сол жаңағы қазақтың тиімі 12-ге жұғыспау, сондай
енді керемет тиымдарды да сол кітапта айтып кетеді да. Сол жағынан жаңа дұрыс айтып жатсыз, керісінше біз көп нәрсемізді біреуге таға беретін болып кеттік қой енді. Сөйтіп жүріп айырылып жүрміз қазір енді былайша айтқан кезде. Ананы апарып анаған тағамыз, мынаны апарып мынаған тағамыз. Сөйтіп жүріп көп нәрсемізді ел алып қойды. Бұл бір қазіргі қазақтарда бір сондай комплекс пайда болды. Жаңағыдай анау анадан келген, мынау мынадан келген деп тебе беретін. Ол олай болмайды. Сен кез келген пайғамбарлығын немен есептеледі деген кезде кез келген жақсы нәрсені сіңіріп алушы, кері теппеуші. Содан кейін осы сүннет басқа үмбеттеріне жұққаннан кейін әбден өзінің кемеліне келгенде гректің жаңағы Аристотельдің жазып тастаған трактаттардың бәрін қорықпай алды да, әкеш бер мына ойшылдарың не жазып жатыр деп алды да пайдасын асырып тастады деп айтады мысалы. Былай қарағанда егер оларда сондай сүндет болмайтын болса, ондай менталитет болмайтын болса, ол ғалымдарды 10 ғасырда, онда нағыз олар гректің философиясын лақтырып тастамады мысалға. Сондықтан мына сіздің де қазір жасап жатқаныңыз таза сүндет, әлемдегі математикаға қатысты, әлемдегі физикаға қатысты, технологияға қатысты қандай жаңалықты қай жерден көресіз? Мен қазір Малайзияға барамын деп отырсыз, сосын Қытайға барамын деп отырсыз, Дубайға барамын деп отырсыз, Ирландияға барамын деп отырсыз. Қай жерден осы қазақтың баласының білімін, күшін, қуатын білім арқылы өзіне деген сенімділігін күшейтетін не жақсы ізгілік игілік көріп осыны зерделіге тасып жатсыз? Соны қазақшаға қайтадан айландырып өзіміздің ұлттық менталитетімізге сайдырып дейсіз ғой. Міне сіз сүндет ұстанып жүрсіз деп айтуға болады. Сіз қай жерде жақсы нәрсе бар, соның бәрін тасып жатсыз, мына жерге жинап жатсыз. Және сіздің шәкірттеріңіз енді бір 5 жылдан кейін бұның бәрін сіңіріп алғаннан кейін бұның қазақша құндылық қайтып шығарады қазақ бейнеде. Сосын оны біреу келіп айта алмайды, мына Ирландиядан кеткен зат қой. Айтса, қой біз өзіміз. Тамаша. Міне осындай әңгіме. Өте тамаша. Енді оқырмандарға соңғы өзіңіз қалып кетті-ау, мынаны айту керек деген тағы да қандай ақыл кеңестеріңіз бар? Мен енді осыдан бір апта бұрын Алматыда мындай оқу орталықтарын ашып, балаларға тек қана қисса, осындай жыр, тақпақ, санамақ, жаңылтпаш үйрететін орталықтар бар, мұғалімдермен жеке кездестім, 10 шақтысы. Солардың бәрі келіп айтады, ойфырмай, мына шынымен де мына пайғамбарлар қиссасының не құдіреті бар екенін мен түсінбедім. Алдында біз сізге күдікпен, күмәнмен қараушы едік дейді жаңағыдай. Осы өзі діншіл адам болғаннан кейін, өзі жаңағыдай бір дін ұстанғаннан кейін, діни құндылықтарды өзі жақсы көретін болғаннан кейін, жалпы қоғамға соны жаңағыдай бір реклама жасап тарата ма, әйтпесе барлық құндылық тең емес па, ананың мынадан не айырмашылығы бар деп бізде күдік болған рас дейді. Бірақ енді бетпе бет келдік қой дейді да, енді ана ЗПР деген бәле көбейіп кетті дейді жаңағыдай. Сөйлей алмайтын, жаза алмайтын, дәптердің бәрі лас болып кеткен, берілген тапсырманы ұмытып қалады, сол үйге қайтып келеді. Тежелген, артқа кеткен балалар. Яғни мұғалімдер ол ауру деп те айта алмайсың ана. Таза бір ауру сипатта жоқ, сап-сау бала болып отырады ол былай. Түрінен байқамайсыз. Алып келіп отырғызып оқытсаң, жазғанда сызған кезде бар біліне бастайды, қатарынан қала бастайды. Сондықтан ол не ауру емес, не сау емес мысалға. Шығарып та тастай алмайсыз, кіргізіп те ала алмайсыз. Соны енді мыналар қалып келеді ғой енді сендер осылай айналысып жатсыңдар ғой енді ақшаңды төлейік айналайын деп. Соны енді қалай солардың бәрін осы пайғамбарлар қиссасын, сол жаңағы бесік жырын, әдемі санамақтарды, солар трансцендент құндылықтар деп айтады бұны. Үйреттік дейді, 2 ай, 2,5 ай тұрды тағын 3-ші айға келген кезде ұрды дейді ол сыртына қарай. Аналардың бәрі математика есеп шығарыш болып кетті дейді. Сонымен таң қалдым деп айтып жатыр да. Енді өзімнің де мен бала шағамды мысалға енді барынша осы құндылықтарды өсіріп не қылуға тырысамын ғой енді. Мына менің бір 4-ші балам Құдай санасын, ұлдарымның 3-шісі математик болып кетті. Соны сұрайын деп отырмыз. Азаннан кешке дейін есеп шығарып, енді өткенде келсем мен физмат школға сендер оқуға түсірмеңдер, мен қор болдым, маған физикадан жаңағыдай маған репетитор тауып беріңдер, бір репетитор жоқ. Мен айттым, айналайын, сен өмір бақи саған қисса үйретіп, сен қаяқтан шыққан математиксің, ой мен қиссаның бәрін жатқа білемін, кішкене оқып тастағанмын ғой, қазір жасы 14-ке ма, 14-ке келіп жатырмын. Сонымен бір есеп шығарғыш біреу пайда болды үйде. Соны амал жоқ, ана мектептің несін мен дұрыс енді класспен жүре алмайды ғой енді, ішінде біреу кері тартып тұрады, 30 баланы қайтып оқиды. Сонымен алып бір репетиторға берді әнші бір оқып алайын маған есеп. Азаннан кешке дейін есеп шығарғыш біреу болып кетті енді анау. Соны енді бізден біреу шыққан екен онда. Иә, сіздерге қатысты өкілі жатыр, иә, сіздің шәкіртіңіз болатын адам анау. Сонымен енді бұны енді қазір сіздің ата-аналарыңызға айтатын болсақ, балаңыз нақты ғылымға жүйрік болсын десеңіз, Қаныш Сәтбаев сияқты жаңағыдай ғылымның бәрін жаңағыдай шашып қайтып жинайтын әлем деңгейдегі ғалым болсын десеңіз, неғұрлым ана тілінде осындай трансценденттік құндылықтарды
бесік жыры, санамақ, тақпақ, жұмбақ, жаңылтпаш, батырлар жыры, қиссалардан үзінді жаттатып осылай отыратын болса, онда оның нақты ғылымға деген несі де екпінді күшейе береді. Мынаны да жапыра береді, ананы да жапыра береді. Ең жақсысы, бұны үйретпейді ғалым боламын ғой деп айтатындар шығуы мүмкін, бірақ ол ата-аналарға біз ескертеміз. Иә, олай болуы мүмкін, бірақ оларда мынандай жүрегі қатты болады. Қартайған кезінде ата-анаға қарайласу, ағайын туысқанды іздеп тұру деген қасиет кемшін болады. Сондықтан мен бұл баламды кезінде математикаға соңғы ақшамды беріп репетиторға оқытып едім, мен бұны физикаға оқытып едім, мен бұны зерделігі жылына бәленбай миллион төлеп оқытып едім. Енді қарашы, есейгеннен кейін, қатын алғаннан кейін маған қарайласпай кетті, әйелінің ығында кетті, тапқан ақшасын бәрін соған береді, бізді адам екен демейді деп жылағысы келмесе, онда қазақ тәрбиені сіңірсін. Ол тұрғыдан біз енді әлдиден эпосқа дейін салт дәстүр сөйлейді, сияр шәріп, экософия, мың сұрақ деген сияқты тамаша таңғажайып кітаптар шығарып тастады. Иә, енді ол сізде де құрметтейтін себебіміздің бірі, ол жан-жақты ғылыми нәрселерменен енді әрбір подкасттарыңызды тыңдаймыз дедік қой. Сол жағынан екінші нәрсе жаңағы мына отбасы хрестоматиясының шығарған мен өз 5-ші сыныпта ұлым бар, сонымен бірге тапсырмаларыңызды орындап жасап жатырмыз бізді анау. Үй жұмысы бар, несі бар, кітабыңыз бар ғой. Отбасындағы 30 сабақ. Отбасындағы 30 сабақ деген. Ол да енді үлкен бір керемет балаға көмек болып жатыр. Сондықтан енді өте дұрыс айтасыз. Бұл жағынан керемет бір сұхбат болды деп ойлаймыз. Сіз енді негізі бірер сағат емес, бірер күн сөйлеуге де мүмкіндігіңіз жетеді. Біздің мүмкіндігінше пайдаланғанымыз осы болды. Сондықтан енді сізге соңғы тағы бір сөз айта кетейін, тағдырынан көрермендеріңізге, сізді пайдаланып, бізді осындай жаңағыдай дін ғылымы өндірген рухани құндылықтарды насихаттағанға ойлап қалады бір адам, біз бәріміз жаңағы бір дінге тартайын деп жатыр екен, нақты ғылымды технология мойындамайды екен деген сияқты. Соны қайталап айтамыз. Керісінше іргетасы, баланың болмысының фундаменті ұлттық рухани құндылықтармен қаланбайтын болса, уақыт өте келе ол болмыс шашылады. Фрустрация деп айтады, яғни болмыстың бөлшектеніп кетуі. Яғни сіз балаңыздың рахатын қартайғанда көре алмай қаласыз, оның саясына жата алмай қаласыз. Бейсенбаев оқиғасы мысалы, супер интеллектуал былай қарап тұрсаң, бірақ қоғамға кері әсер етті мысалы. Сондықтан біз осы ұлттық құндылықтарды насихаттау арқылы нақты ғылымдарды дамытқымыз келеді. Өте дұрыс. Болды, міне әңгіме осымен. Біз енді бүгінгі күнге дейін қазақтан қайыр шықпаған халық деп мақтанамыз. Енді басқа өзіміз тектес ұлттар көп қой қарасақ. Сол сияқты енді мақтанатын жақтарымыз көп. Соның барлығы жаңа өзіңіз айтқан біздің өзіндік ар жақтағы болмысымыз бен құндылықтарымызға байланысты. Бұны әуезов те өте шебер байқаған, кезінде ол да айтқан осыны. Біздің ерекшелігіміз қайталанбас, uniqueness деп айтады ғой. Құдайдың біздің болмысымызға берген қайталанбас ерекшелігіміз ауыз әдебиетіндегі құнарлы әңгімеде жатыр. Егер осыған еге болатын болсаңдар, болды. Басқа ғылым бізден қашып құтылмайды деп кез келген ұстап алуға болады. Жақсы, осымен ойлайық YouTube каналының кезекті сұхбаты аяқталды. Керемет бір тамаша сұхбат болды деп ойлаймыз. Сәке, өзіңізге көп рахмет. Рахмет. Келесі сұхбаттарда кездескенше.